Ауданымызға ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сейпілұлы Сапаров арнайы жұмыс сапарымен келді. Айдарбек Сапаров Құркілес ауылдық округінде орналасқан Айбарша шаруа қожалығының жұмысымен танысты. Түркістан облысы ауыл шаруашылық басқармасы басшысының орынбасары Әлбек Пылалов қожалықтың жұмыс барысын көрсетіп, облыстағы ауыл шаруашылық саласындағы жоспарлардың жүзеге асыру барысында атқарылып жатқан жұмыстарды да баяндап өтті. Айта кетсек, Айбарша шаруа қожалығының иесі Ержан Оразбаев 1 гектар егістік жерге 40 мың дана фароэ түрінде 40 қабат егіп, алдағы уақытта 100 тонна өнім алуды жоспарлауда. Диқан 4 жылдан бері егін шаруашылығымен айналысып, ауыл тұрғындарын тұрақты жұмыспен қамтып келеді. Қазіргі таңда ауыл аманаты бойынша кредит беріліп отыр, егжан пайыз бойынша. Сол бойынша былтыр мал бордақылауға рұқсат бар еді, кредит алуға. Биылғы жыл соны алып тастады. Оның себебін жайылым жетпейді бізде. Менде қазіргі таңда пай жерден 3 гектар жерім бар. Ол жерден мен бір орған кезде 2000-дай пресс шығара аламын, жоңғашқа пресс. Ар шетінде кішкене тағы да үлес жеріміз бар. Ол жерден бір жылда 40 тоннадай жүгері өндіре аламын. Жем. Маған жайылым жер керек емес. Суды басқа жерден әкелеме. Оған қарамау керек, алам деген істейм деген адамға беру керек. Оны біз айтып жатырмыз. Мен айтайын деген, былтыр мен осы биыл осы кредит аламын деп қора соқтым. Откорм площадка соқтым, 60 басқа. Былтыр сол жердің бәріне расход істеп жоңашқа шашқан. Биыл өнімін аламын деп. Кредит аламын, тек қана мал алсам болды, қаған ненің бәрі расходтың бәрі өзім мойнына шығады. Оны давайте қарамай-ақ қояйық. Оның жері бар ма, жоқ па? Есіне мал ұстайын, күтәләм. Өзім бір жерден шауып әкелемін бе, басқа бір жерден аламын ба? Ол сенің өз жұмысың болды. Сондықтан біз ондай рұқсатты беруге айтқанбыз. Мүмкіндігімен ынтасы болса болды. Ол жер бар деп түк істемейтін адамға немене береді? Жері жоқ істеймін десе, пожалуйста. Осылайша Айдарбек Сапаров аудан шаруаларымен жиын өткізді. Жиынға аудан әкімі Арман Абдуллаев, Түркістан облысы әкімінің орынбасары Ермек Кенжеханұлы, Түркістан облыстық ауыл шаруашылық басқармасы басшысының орынбасары, ауыл шаруашылық тауар өндірушілері, ауыл шаруашылық саласының мамандары, шаруа қожалық иелері қатысты. Жиын барысында ауыл шаруашылық саласындағы субсидиялау, ауыл шаруашылық өнімдерін жеткізу мәселелері бойынша сұрақтар қойылып, министр тарапынан әрбір мәселеге жіті тоқталып, жауаптар берілді. Қуаныш Амангелді, Сағындық Ислам, Сәт теле арнасының жаңалықтар қызметі.